қайсысынан бастау алғаны дұрыс? Сол жөнінде мағлұмат берсеңіздер. Сіздің сұрауыңыз кішкене түсініксіз болып қалды. Түсіндіріп жіберсеңіз. Мынау 18 корпустың ішіндегі қайсысынан бастап оқушылармен жұмыс жасаған дұрыс? Егер маған салса, егер мен сіздің орныңызда болсам, мен осылардың барлығымен де жұмыс істеуді қолға алар едім. Себебі оқушы корпусы деп тұр ғой міне. Бұл деңгейлер бойынша амонимдер ажыратылған мәтіндер тұр ол жерде. Мысалы, жаз дегенде қай жазды айтып тұр? Егістік жазды айтып тұр ма? Жоқ, зат есім жазды айтып тұр ма? Ажыратылады. Қалған корпустарды, мысалы сіздің егер жер суаттарына қатысты ақпарат алғыңыз келсе, онимдер корпусына кіресіз. Терминологиялық корпусқа термин туралы ақпарат алғанда кіресіз. Тарихи сөздер туралы ақпарат алғыңыз келсе, тарихи мәтіндерге, өлең жолдарындағы мәтіндермен жұмыс істесеңіз, өлең мәтіндермен, поэтикалық корпусқа, яғни бұл жерде бірінші ананы, екінші мынаны деп айта алмаймыз. Сұрағымды жүйелі тағы бір нақтылап қойсам, біз енді қазақ мектептерінде сабақ береміз, қазақ тілінде оқушыларға үйретеміз. Енді осы тіл білімін тереңірек түсіндіру үшін, олардың сауаттылығын жүйеге қою үшін, осының бір жүйелі несі бар ма? Мынадан кейін мынаған, мынадан кейін мынаған этап бар ма, этап? Корпустық лингвистикада, мына жаңа айтып отырмыз ғой, үш корпус деп бәрі айтылып жатыр. Сіздер мүмкін оны, бұл бірінші аталған термин, оны Анар Мұратқызы өзі орыстың подкорпус деген терминін ұсынды. Корпустардың типтерін жіктегенде өзі негізгі корпус және подкорпустар деп жіктеледі. Өзі бұл екеуі үлкен қазақ тілі ұлттық корпусының құрамына енеді. Мына жерде тұрған негізгі корпус, мынау көріп тұрсыздар, ең бірінші қолға алынған корпус. Ал мыналардың барлығы подкорпустар, үш корпустар, олар арнайы корпус деп аталады. Не үшін арнайы? Яғни олар бір бағытталған. Мысалы, жаңа терминге бағытталады, біреуі параллель корпус, аударма мәтіндерге бағытталады, диалектілік корпус, диалектологияға, диалектизмдерге бағытталады деген сияқты. Енді бұл үш корпустардың барлығында негізгі корпуста тұрған лингвистикалық белгіленімдер бар. Бұны разметка дейді, белгіленім. Бұл белгіленімдер кәдімгі біздің құрылымдық грамматикадағы деңгейлік грамматиканы оқытамыз ғой мектепте. Морфология, синтаксис, сөз жасам, фонетика, лексика, осы деңгейлердегі аннотацияны осы негізгі корпус алдымен жасады. Одан кейін басқа корпустардың бәріне ол жалғанып тұр. Жазып көрсетейік, сонда морфологиялық талдау сөздің, мысалы, балаларға деген сөз болса, баланың түбір лемма екенін көрсетеді, лардың көптік жалғау екенін көрсетеді, ғаның бас септігі екендігін көрсетеді. Демек, бұл автоматты талдау. Бірақ енді автомат болған соң ешқашан ол адаммен бірдей болмайды, оның ішінде кейде амонимдерге қатысты кейбір қателіктер кездеседі. Бірақ амониммен ажырату мәселесін біз қазір жасанды интеллектіге оқытып жатырмыз автоматты түрде. Мысалы, сіздер талдауды, морфологиялық талдауды қолмен жасатасыздар ғой. Ал енді мен өзім көрдім, студенттерге сабақ бергенде, осы біздің анализатормен талданып тұрған жұмыстарды тексеруге бердім. Сонда тексергенде көп қателер кездеседі. Бала осы арқылы да жаттығады. Тек қана немен емес, қолмен талдаумен емес. Осы жерде фонетикалық талдау бар, барлық дыбыстардың қандай сипаттамасы беріліп тұр, және автоматты буын талдау деген бар. Буын бұл орфоэпияның мәселесі, сондықтан бірінші орфоэпиялық талдау тұрады, яғни мұрын деген сөз болса, морон деп орфоэпиясы беріледі, содан кейін барып оның морын деп екі буынға бөлінеді, және оның қандай буын екендігі көрсетіледі. Ашық буын ба, тұйық буын ба, яғни фонетикалық жағынан да тұр. Лексикалық мағынасы, ол кәдімгі түсіндірме сөздіктердегі лексикалық мағыналары көрініп тұр. Бірақ енді ол мағыналар полисемия, бір сөздің полисемиясы көп мағынасы түгел ішінде тұр. Өйткені полисемияны ажырату ол дәл қазір мүмкін емес, қиын. Сөз жасамында тұр, одан басқа тағы не бар еді? Келешекте синтаксистік белгіленімде қосылады. Сонда сіздер алдымен деңгейлік грамматиканы оқытып үйретемін десеңіздер, талдауда осы негізгі корпустағы белгіленімдерді пайдалансаңыздар болады.
Ал енді одан кейін арнайы корпустарға кіре бересіздер. Мысалы, мақал корпусы туралы бүгін айтылған жоқ. Мақал корпусына барсаңыздар, балалар іздегенде еңбек туралы мақал жазып кел, отан туралы мақал жазып кел десеңіздер, олар алады да анау әлеуметтік желіден шашыраңқы мақалдарды жинайды. Ал енді біздің корпусқа кірсе, ол жерде мақал корпусын ашып көрсетейік, әр еңбек деп бассаңыз, еңбек туралы ана жерге жүздеген қазақтың мақалы шығады. Және ол әр мақалдың қасында мағынасы ашылып тұрады. Фразеологизмдерде де солай. Мысалы, сіздер ат құйрығын кесті деген фразеологизмді қалай үйретесіздер балаларға? Лексикалық мағынасын түсіндіресіздер, араздасты дейсіздер, жауласты дейсіздер. Ал оның ар жағында жатқан мәдени семантика, жаңа біздің мәдени семантикалық корпуста тұр. Ол қандай семантика? Жаугершілік замандағы бір-біріне жауласамын деген белгі. Атты тұлдап екінші жаққа жіберген кезде сол жауластықтың белгісін білдірген. Содан барып осындай ат құйрығын кесті деген фразеологизм қалыптасқан деп балаларға осылай үйретсем, балалардың бәрінің рухани дүниесі бұрынғыдан да ашыла түсері анық. Аралап көріңіздер, бәрін айту мүмкін емес бір семинарда. Сіздерге арналған, қараңыздаршы, еңбек деген сөзді іздеп едік, еңбек деген сөздің бүкіл жаңағы морфологиялық талдау, фонетикалық талдау, буынға бөлек, фонологиялық талдау түгел беріледі. Сұрауларыңыз бар ма тағы? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, және мынау Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының ұжым мүшелері. Мынау қазақ тілінің ұлттық корпусы, бұл біздің мақтанышымыз. Біздің алдымызға келген ғалымдар келіп отыр, біз қуаныштымыз. Сонша шақырым жерді артқа тастап, жаңа көшкелік деп жатсыздар ғой, 2 автобуспен. Бұның барлығы оңай дүние емес, үлкен еңбекті, төзімділікті, уақытты алатын қазір уақыт тапшы заманда. Сіздердің еңбектеріңізге зор табыс тілеймін. Қазақ тілінің мәңгілік тіл болу үшін жан аямай қызмет жасай беріңіздер. Рахмет бүгінгі баяндамаларыңыз үшін, құнды баяндамаларыңыз үшін. Үлкен көп дүниелер үйрендік, жаңағы жоғары баға берілетін өзім әріптестердің атынан себебі, мысалға маған әсіресе ұнағаны жаңағы қателер корпусы өте қатты ұнады. Себебі жаңа ол жерде айтады, қате түрлері бойынша жазылатын жаңағы нұсқаулық жоба болып тұр ғой бұл енді. Сол маған нұсқаулық шығады. Бұрын қандай қателерді ескермей жүрміз, балалар неден қате жібереді дегенде, осыларға оқытуда қайтадан жаңалап басқаша оқытудың жобасын жасайды. Оқуда да, сосын жазуда да біздің үлкен жаңа қоғамдағы қазір мектептегі үлкен проблемамыз осы. Себебі жаңағы сіздер айтып жатқан сияқты виртуалды әлемге кіріп кеткеннен кейін балалар өте көп ұшырайды осындай қателіктерге. Мысалға рахмет деу керек болса, раха дей салады олар, привет деу керек болса, пара дей салады. Сондай жаңағы пунктуациялық қателіктер болсын. Маған өте осы корпус ұнады, әрине барлығы ұнады, бірақ осыны басты пайдаланамын деп тәжірибемде ойлаймын. Менде сұрақ жоқ, рахмет айтқым келді, алғыс айтқым келді. Бізге осы қате корпусына өздеріңіздің жазғызып жүрген балаларға диктант жұмыстарын, эссе, тағы да мазмұндама сияқты жұмыстарыңызды берсеңіздер жүзі жақсы болушы. Сосын тағы бір сұрай кететінім, сіздер білесіздер, қазір бізде мұғалімдерге ғылыми жаңағы жұмыс жазуды міндеттеп қойған ғой. Біздің ақсайтын тұсымыз, енді басқа әріптестерді білмеймін, мен өзімнің жаңағы бізде кемшін тұстарымыз осы жерде ғылыми жаңағы жұмыс жасау. Сіздермен байланысқа шықсақ болады ма? Шығу керек, әрине. Байланысқа шығу үшін келіп отырмыз. Рахмет көп. Соны білгім келді. Қадірлі әріптестер, сіздерді осындай үлкен аудиторияда біз көріп қуанып отырмыз. Шынымен де Байтұрсынов атындағы институт бұл қазақ сөзінің сақшысы, жоқшысы. Біз мысалы бір сөз тауып алсақ, соны ерекше қараймыз сол сөзге. Оны мәпелейміз кәдімгідей, жазып аламыз, оны іздейміз, мағынасын ашамыз. Әйтеуір тіркеп, соны бір жоғалтып алмауға тырысатын институтпыз. Сондықтан кез келген мысалы өз өңірлеріңіздегі осы сөздікте жоғал деген сөздер болса, бізге хабарласып жіберсеңіздер, бәріміз бірге сөз жинайық. Қазір мысалы қазақ тілінің 15 томдық түсіндірме сөздігінде 106 мың реестрдегі бір құрамды сөз 154 мың сөз тіркесі бар дейді. Сонда біз шамамен
бір 250-300 мыңдай сөзіміз бар деп айтамыз ғой. Әлі қаншама сөз жиналмай жатыр. Сондықтан өңірлерде қалып қалған сөздерді біз өте қуанып қарсы аламыз. Екінші айтайын дегенім, мына корпуспен кішкене таныстыңыздар, біреулеріңіз жаңадан естіп отырсыздар, біреулеріңіз бұрын білесіздер, енді мынандай да функциясы бар екен ғой деп отырсыздар. Біз тіл білім институты осы корпусты сіздер емін-еркін пайдалансын деп алдымызда болашақта Анар Мұратқызымен ақылдастық өткенде өздеріңізге арналған бір жобалар конкурсын ұйымдастырайық дедік. Яғни осы корпусты пайдалана отырып зерттеу жасаған өздеріңізге арнайы сыйлықтар, орындар, жүлделер беріліп, жылдың аяғына дейін біздің үлкен ғалымдарымыздың мерейтойында осы марапатталатын боласыздар. Сондықтан қазірден бастап мына корпусқа кіріп қалай бұны зерттеуіңізге немесе жаңағы жобаңызға болмаса сабақта қалай пайдалануға болады, соның әдісін табыңыздар, үйретіңіздер, бізге шығыңыздар. Сол осыны айтайын деп едім. Үшінші айтайын дегенім, жаңағы қазақ сөзінің сақшысы дедік қой біз. Біз осыған дейін жазба тілді жинадық. Жинағанымыз, қарағанымыз жазушының жазылған, басылған. Енді 2022-ден бастап осы институт ауызша сөз жинап жатырмыз. Ауызша сөз деген ол мына кәдімгі қазіргі сөз емес, былайша айтқанда жергілікті анау көп экранға, радиода естіле бермейтін, жазба тілді білмейтін тұлғалар бар ғой. Жазба тілді білмейтін деген сөз, яғни біз сияқты күнде жазып сызып, әбден тілі стандартталып қалған емес, сондай кісілердің сөзін теріп, диктофонға жазып жүрміз. Соны мына біреу жаңағы ауызша тіл корпусы дедік қой, соның ішіне кірсеңіздер, өңірлерде де тұр, мысалы Шығыс Қазақстанның, Моңғолияның, Қытай қазағының, Түркияның қазағының сөздері бар. Сол сияқты биыл біз тағы экспедицияны бастайық деп отырмыз. 22-де бір рет болды экспедицияда. Енді осы солтүстік Қазақстанға, орталық және осы оңтүстік Қазақстанға, әсіресе Нарынқол, Кеген аудандарына шықпақсымыз. Ондағы сөздерді диктофонға, видеоға жазып алмақшы. Енді сіздерден өтініш, өз ауылыңызда, үйіңізде әжеңіз отыр, атаңыз отыр, сол кісінің сөздерін жазып бізге жолдасаңыздар екен. Сіздерге сыйлықтар беріледі, тағы да басқа көтермелеу, енді оны қарастырамыз. Егер жақсы сөздер жинап берсеңіздер, мына ұлттық корпусқа аты жөндеріңіз кіреді, ол сөздің барлығы аудиосы қағазға түсіріледі. Енді керемет бірге отырып жұмыс жасайтын боламыз. Соны осы 3 тапсырманы ойлап кетіңіздер, яғни өз үйіңізден, ауылыңыздан сөз жинап, екіншісі ғылыми жобаға қатысайыншы деген ниетпен кетіңіздер. Рахмет. Әріптестер, жаңа QR код арқылы біздің чатқа тіркелдіңіздер. Чаттан шықпаңыздар, керісінше тіркелмей қалғандарыңыз болса қосылыңыздар. Біз өз тілімізді өзіміз көтермелеп, жүйелеп, өзіміз реттемесек, бізге оны бір ағылшын немесе бір орыс деп жүйелеп көтеріп бермейді. Бірге жұмыс атқарайық. Сол чатта сіздерге өтініш бар. Жаңағы біз жасап жатқан қателер іш корпусына балалардың жіберген қателері туралы ақпарат, тіпті керек болса өздеріңіз тексерген диктанттың парақшаларын да салып жіберсеңіздер болады. Біз оның бәрін ғылымның кәдесіне жаратамыз. Кім сөйлейді? Сұрауларыңыз бар ма? Жоқ па? Онда Дана сен Ал енді құрметті ұстаздар, жаңа айтып жатыр, біз осы Дана Мұсабекқызы ономастика бөлімінен осы Түркістан облысы ең көлемі үлкен, біз жер суаттарын зерттегенде де көлемі, халық санынан және де ең бастысы бұл жақта бала саны бойынша ең үлкен облысымыз болып табылады. Көп баланы сіздер тәрбиелеп отырсыздар. Осында енді жылда ғылыми жобалар жазып жүрген ұстаздар бар. Араларыңызда облыстан, республикадан жүлде алған ұстаздар бар ма? Оқушылары қол көтерсеңіздер. Ауданнан алған сізде, балаңыз қандай тақырыпта қорғады сіздің жобаны? Мағжан Жұмабаевтың оқуларына қатысып, сол кезде
Мен пайғамбардың өлеңін талдадым. Өлеңін талдады. Енді сізде әдебиетке тілдік тұрғыдан ба, әдеби тұрғыдан талдау болды ма? Бұл жерде сыни тұрғыдан талдадым. Ал енді осылай жобаларға қатысып, тағы да қандай тақырыптар ұсындыңыздар оқушыларға? Араларыңызда ұстаздар. Енді аудандықтан, мектепшіліктен болса да қандай тақырыптар қозғалады? Айтыңызшы дауыстап. Мектеп сленгі, яғни оқушылар сленгін зерттедіңіз, иә, жақсы тақырып біздегі әлеуметтік лингвистиканың жақын болып тұр, сіздерге. Тағы да қандай тақырыптар, сізде қандай? Керемет мақал-мәтелдердің мәні, біздің мақал-мәтелдер корпусын финалға бардыңыздар, иә? Тағы да осылай айта қойыңыз. Аномастикалық атаулар, қай мекенді немесе топонимдер қалай? Қала өң. Ой, керемет. Сіздің оқушыңыз орын алды ма? Студенттерді апардыңыз, қандай? Міне біздің тікелей бөліммен байланысты тақырып. Сіз жаңа қол көтеріңіз, мұнда бір ұстазыңыз. Жақсы. Енді мұнда осында ұстаздарға айтқым келеді. Жалпы біз енді қазақ тілін зерттеуші тілдік базасын, біз қазақ тілін оқытудың әдістемесін жасамаймыз сіздерге, бірақ соның ғылыми базасын жасап беріп отырмыз. Оны тек қана біз институтта жасап беру емес, ұстаздармен байланысу арқылы біз осыны тәжірибе жүзінде көре алады екен. Біз енді ономастика бөлімінде соңғы бір жылда Алматы қаласында Назарбаев зияткерлік мектебімен жұмыс жасадық. 6 ғылыми жобаға кеңесші болдық. Соның ішінде біреуі республикадан орын алды. Сонда қазіргі кезде байқағанымыз тек қана техника саласы емес, тіл саласында да жақсы тақырыптар берілсе, олардың міндетті түрде орын алатыны. Және оны сол IT саласымен байланыстырып бір қосымшалар жасауға да болады екен. Осы жөнінен біздің институтпен байланысып, жаңағы Құралай апайымыз айтып жатыр ғой, жобаларыңызға осы корпустарды пайдаланып, тек корпус болмаса да басқа да тақырыптарды бірге жұмыс істеп, біз кеңесші болуға институт бола алады сіздерге, ғылыми бағыт беріп, база беріп оқушыларыңызға. Жақсы, рахмет. Мына жерде жаңағыдай шашыраңқы тақырыптар болып жатыр ғой, әдебиеттен болып жатыр. Енді сіздер осындай үлкен мега жобаларды жүзеге асыру үшін біздермен байланыста болып, ғылыми тақырыптарды бізбен ақылдаса отыра алып, сосын біздердің жұмысымызға үлес қоссаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Анау слайд бойынша тақырып қорғатқан ұстаз маған сосын жауап кетіңізші. Рахмет. Онда сіз аудиториядан сұрау жоқ па? Жоқ болса, онда бір ауыз, мен сөйлемеген әріптестерім бір ауыз айтасыздар ма? Жанар өте қысқа нұсқасында сөйлейтін әріптесім. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Бағана сіздерге ауызша корпусты таныстырып өтті. Сол жерде ауызша корпуста жалпы бізде орфоэпия деген мәселе бар. Орфоэпия сіздер теориялық жағынан өте жақсы білесіздер, ал оның практикалық жағы ақсап жатыр. Сондықтан ауызша корпусқа кірсеңіздер, сіздер орфоэпия жағын практикада пайдалана аласыздар. Бізде қазір мүлдем өнермен тіл өңдесін сақтамайтын оқушылар өте көп. Осы жағынан келгенде сіздерге ауызша корпус жақсы көмектеседі. Одан кейін ауызша корпуста, жалпы негізгі ұлттық корпуста орфоэпиялық конверсия деген бар. Орфоэпиялық конверсияда кез келген сөзді сіздер тексерсеңіздер, оның орфоэпиясы нормадағы орфоэпиясы шығады. Мысалы, бізде қазір кез келген деп сөйлейтіндер көп. Осы жерде орфоэпия норма бойынша қалай? Сіздер оны қайдан іздейсіздер? Біріңізде орфоэпия сөзі болуы мүмкін, біріңізде болмауы мүмкін. Сол кезде орфоэпиялық конверсияды ашып жібересіздер де, сөзді болмаса ырғақты топты теру арқылы орфоэпиясын, оның орфоэпия нормасын біле аласыздар.
міне сіздерге үлкен көмекші құрал ретінде ауызша корпус пайдалы деп есептейміз. Құрметті әріптестер, сіздерге сертификат беріледі, барлықтарыңызға шыққаннан келіп қалмаңыздар, көрмені тамашалаңыздар. Сосын біздің ұжым бұл жерде барлығы келіп отырған жоқ. Біздің институтымызда үлкен асқақтау ғалымдарымыз қалды. Профессор Нұргелді Уәлиев ақсақалымыз биыл 80 жылдығы тойланады. Профессор Мырзаберген Малбақов биыл 75 жылдығы тойланады. Профессор академик, ұлттық ғылым академиясының академигі Зейнеп Базарбаева, профессор Бағдан Момынова, профессор Айман Алдашева, профессор Қыздархан Рысберген, профессор Жамал Манкеева апайымыз, сол кісілер, сонымен бірге профессор Рүстем Шойбеков ағайымыз, міне осы үлкен асқақтаудай ғалымдарымыздан сіздерге сәлем. Міне қазір әріптестерім бір ауыз айтсын. Құрметті ұстаздар қауымы, бүгін енді сіздер біздің мына ұлттық корпустағы әртүрлі өнімдердің ерекшелігіне қарай бәрін таныстырдыңыздар. Енді қарай өздеріңіз сол бойынша жаңағы өзіміздің корпусқа кіріп, соның ішіндегі барлық өнімді жан-жақты өздеріңізді танысып, көрнекі құрал ретінде пайдалансаңыздар болады. Соның ішінде бүгін енді ана заманауи поэзия іш корпус деген соған мен жауап бердім, соған байланысты кішкене сіздерге ақпарат айтқым келеді. Бұл жерде заманауи поэзиялық іш корпуста қазіргі классик ақындардың, қазіргі жас ақындардың барлығының өлеңдері бір жағынан интонациялық жағынан және оның орфоэпиясы қалай айтылады, сол жағынан бізде талданып беріледі және оның аудио нұсқасы да беріледі. Яғни кез келген бала, оқушы мысалы сол біздің заманауи поэзия іш корпусына кіріп, соның ішінде ақындардың өлеңдерін қарап, соның ішіндегі оның несі қалай оқылу, мәнерлеп қалай оқимыз дегенге байланысты балалар өздері емін-еркін пайдаланса болады. Сонымен қатар сол ақындардың өлеңдерінің құрылысы, оның қанша шумақты, қанша тармақты дегеннің барлығы жан-жақты талданып беріледі. Құрметті ұстаздар, жаңа әріптесім Ардана мәдени репрезентативті іш корпусты өздеріңізге таныстырды. Бұл мәдени іш корпустан сіздер не аласыздар? Мәселен, сіздер ашық сабақ өте көп өткізесіздер, тұсаукесерді өткізіп жатасыздар оқушылармен. Немесе Наурыз мерекесі келген кезде Наурызға қатысып Наурыз көжені көрсетіп жатасыздар. Міне біздің осы корпуста санамыздан өшіп баратқан ұлттық құндылықтарымызға арналған видео контенттер бар. Мысалы, сіз тұсаукесерді ашыңызда көрсете салыңыз. Мына телефон арқылы көрсетсеңіз де болады. Кез келген оқушыға сәукелені көрсетіңіз, ұлттық киімдерді, ұлттық тағамдарды, туыстық атауларға қатысты кез келген осындай этномәдени тілдік бірліктерді сіздер визуалды түрде дайын тұрған видеоны көрсетесіздер. Ол шамамен 1 минут, 2 минут ары кетсе. Оқығаннан гөрі көзбен көрген балаға өте қонымды. Тамашалаңыздар, көріңіздер, мәдени репрезентативті іш корпусқа кіріңіздер. Армысыздар, құрметті ұстаздар қауымы, құрметті әріптестер, біз ахметтану бөлімінің атынан сөйлеп тұрмын. Сіздерге қысқаша айтқанда, Ахмет жалпы тәрбиесін берілген білім адамзаттың қас жауы деген барлықтарыңыз білетін сондай сөз бар ғой. Ахмет Байтұрсынұлы не үшін насихаттады? Өйткені ол тәрбие. Біз білімді болуымыз мүмкін, біз керемет болуымыз мүмкін, бірақ ұлтқа қызмет етпесек, мына елге қызмет етпесек біз ешкім емеспіз. Сондықтан да бұл сайттың жалпы институт ұстанып отырған бағыттың ахметтану зерттеудегі ең басты өзегі осы. Сондықтан да сіздер тәрбиелеп отырған оқушыларды болашақта ұлттың интеллигентті, ұлттың жүгін арқалайтын үлкен азамат етіп тәрбиелеу үшін оған бірінші жүрегіне Ахмет тоңған, Ахметтің жүрегінде басындағы нәрселерді қондыру керек. Сондықтан осы сайтты пайдаланып кәделеріңізге жаратуларыңызды сұраймын. Рахмет. Құрметті әріптестер, мен келіп отырған үлкен тағы бір ғалымыз, арнайы келіп отырған Майра Шорағызы Сарбаеваны таныстырғым келеді. Міне Майра апай, орныңыздан тұрып қойыңызшы. Жаңағы ассоциативті сөздік, қазақтың әр сөзге қатысты санасында қандай ассоциациялар бар дегенді зерттеп жатқан үлкен шығармашылық топтың жетекшісі десем де болады. Әріптестер, енді сөзімізді қорытындылайық. Өздеріңізді осы іс-шараға ұйымдастырған, мұрындық болған Түркістан облыстық білім бөлімінің басшысы Бақытжан мырзаны
ортаға шақырғым келіп тұр. Қай ауданнан келдіңіздер? Арыс. Біз енді отыра берсек рұқсат бересіз ғой, иә? Жақсы. Неде? Жангелдинде оқыдым. Көп рахмет. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз мерекелерге қарамай қанша жерден іздеп жатса да осы жерде тапжылмай отырған сіздерге үлкен рахмет. Көп рахмет. Үлкен рахмет деген сөзіңіз қате дейді ғой негізі. Канка дейді, большое спасибо деген. Сондықтан әріптестер, мынау біз уақытты тиімді пайдаландық деп ойлаймыз. Қазақ тілінің мәселесі, қазақ тілінің әдебиеті сөз қозғалып жатқан кезде біз бүкіл жұмысты жиыстырып қойып, әсіресе қазақ тілі пәнінің мұғалімдері осындай жерде табылуымыз қажетпіз. Алдағы уақытта бұл сіздерге көп серпін береді деп сенім білдіреміз. Мен Анар Мұратқызы бастаған ұжымға рахметімді айтамын. Алматы қаласынан келіп, мына республикада Түркістаннан бірінші бастап отыр. Ары қарай да жалғасын тапсын, басқа облыстарда осындай дәл біздің әріптестерге жетсе. Себебі бұл жерде сіздер күнделікті семинардан айырмашылығы не әріптестер? Бұл кісілер, ғалым кісілер. Көрдіңіздер, жастары да бар, қандай керемет сабақтастық жасалып келеді екен. Жас ғалым кісілер керемет дүниелерді жасаған, бірақ сайтта тұр, бірақ оның қолдану мәселесі бұл қашан сөз қолданған кезде жарқырайды. Ұлт бар жерде сөз болады. Оны қолдану керек. Осы мақсатта біз ұсыныс білдіріп, бұл кісілер қолдай кетіп, өздері дұрыс керемет дүниелер жасалып отыр. Енді ол басқа деңгейде де шешілетін мәселе шығар. Бізде оқулықтарда көптеген қателіктерді біз сынға ұшырап жатамыз ғой. Сол дүние негізі менің түсінігімде қандай баспа болса да, көкжиек бола ма, мектеп бола ма, осы кісілердің сараптамалық кеңесін өтіп барып, бір жапырақ қағаздан алып, анықтамасын алып барып шығу керек деп ойлаймын. Кереметтей корпусқа сәйкестендіріп жасалғасын. Және де бұны біз қалай алдағы уақытта қолдандыра аламыз? Бұл жерде қазір әдіскерлер отыр, облыстан отыр, қаладан отыр. Бізде әдістемелік нұсқаулық хат деген бар. Жылда қыркүйек айында шығады. Соның басында, егер бар болса бар деп айтыңыздар, осы ұлттық корпуста қазақ тілінде міндетті түрде сөйлеуге енгізуіміз керекпіз. Бұл Ыбырай Алтынсарин атындағы институттан бізге үлкен құжат болып шығу керек. Рахмет. Оқыған сөзім бағдарламаны өткенде оқып отырып, оның ішінде енді кереметте осы мынау Мәуереннахрдың жері, осы Түркістаны бар, Ферғанасы бар, Таразы бар, Ташкенті барлық жерді жаулап жүріп, Тәж-Махалға дейін барған білесіздер ғой қазір Үндістанға. Соғыс жайлы жазып отырады, бірақ ішінде мен әрбір кітаптан өзіңіздің түйіп алатын түйініңіз болды. Мен бір сөзді алдым да, сонымен әлі күнге дейін мына сөздің таң-тамаша көріп жүрмін. Бұл мысалға 10 ғасыр бұрын, 7-8 ғасыр бұрын біздің ел қандай болғанын көрсетеді. Президентіміз оқуға оқушылар мектепті жасады ғой, негізі біз байына бара бермедік деп ойлаймын. Өте мықты жоба, соны бірақ бұл сол сөздің тегін емес екен, оның түп тамыры бар екен, оның хронологиялық негізі бар екен сөз екенін көрсетіп отыр. Мынау халқының ауызекі тілі, жазылаңыздар, қазірде өздеріңіз жатталаңыздар, бұл сіздерге бір ғылыми жұмысқа да тақырып болатын нәрсе негізі. Халқының ауызекі тілі, бірінші, ауызекі тілі әдеби тілінен айырымсыз дейді. Қараңыз, мен мына екі сөзді ерекшелеп қойдым, ауызекі тілі және әдеби тіл. Және бұл жерде екі сөздің орнын ауыстырып қойсақ, мағынасы кетеді. Бұл жерде әдеби тілі ауызекі тілінен айырымсыз десе, бұл кездегі халықтың сөйлеу деңгейі кішкене төмен болғанын көрсетеді. Ал мына жерде ауызекі тілі әдеби тілінен айырымсыз деп тұр. Жаңа біздің алдымызда спикерлер айтып өтті, сырттың тілі басқа, ауызекі кітаптағы әдеби тілі басқа деп. Яғни ол кездегі халықтың кітап оқығандығы, оқу деңгейі керемет, мына шығыстан алып дейді ғой, керемет сөз маржандарын ол осындай бір оқу жазуда ғана емес, мынау күнделікті қолданыста да кереметтей мәнерлі, бір ойлы, терең оймен сөйлейтін халық болғанымызды көрсетеді.
және айырғысыз дегенге де мен көңіл бөлгім келеді. Айырмасы жоқ деп тұрған жоқ, айырғысыз. Екеуі бір-бірінен былай қойсаң да, былай қойсаң да айырмасы жоқ. Яғни біздің осындай әдеби тұрғыдан да оқуға құштар болуға да біздің хронологиялық негізіміз бар екенін көрсетеді. Осы жолда сіздер мынау керемет дүниені көрсетіп отырсыздар. Біздің Түркістан облысы да өзінің бір келесі слайдты көрсете беріңіз. Өзінің жұмыстарын жасап келе жатыр. Мен келген кезде ойландым, бізде Мұқағали оқулары деп жатыр, Мағжан оқулары, Абай оқулары, Махамбет оқулары, жаңа айтып отырмын. Барлығы оқулар. Бірақ жазулар деген нәрсені мен таппадым. Енді бір жекелі бар шығар, әріптестерім болса түзесін мені. Яғни біз бір жақ акцент қойып кеткенімізді, сондықтан да 21 жылы келген кезде біз облыс көлемінде ыбырай жазулар деген байқау, конкурс ережесін бекітіп тұрып, осы дүниені жүргізіп келе жатырмыз. Бұл басқа облыстарда жоқ дүние. Себебі қазір барлық айтылып жатқан дүние біз кереметтей сөйлегенімізбен жазуға келгенімізде шортақ болып қаламыз. Ең мықты адам дейді, ойын қағазға жазбаша түсіре алатын мықты адам дейді. Маман сол кезде маман болып есептеледі. Немесе көшеде көрсеңіз қазір белсенділер де көп, басқа да көп сынай береді, бірақ алдына қағазбен үшкеп қойып, осыған бір стратегия жазып берші, бірақ бағдарлама жазасаң, бұл жерде тоқталады. Сондықтан да осындай дүниелерді біз сіздермен ары қарай да жалғастырғымыз келеді. Келесі, одан бөлек біз енді оқуға қатысты ойлана келе, жаңа бірінші слайдта көрініп отыр, әдеби сөзден айырғысыз дегенді. Осыған не істеуге болады? Президент керемет жоба жасап берді оқуға құштар деген. Бірақ ол өңірлерде қалай өтіп жатыр? Қазір балалар кітапханасы деген де бар. Кітапхананы сіз керемет әдебиетке толтырып қойғанмен, баланың ішкі мәдениетін көтеріп, ішкі мотивациясымен сол сөреде тұрған кітапты алып оқитын дүниені жасай алмай қалдық қой. Осы мақсатта шыққан бұл сол оқуға құштар мектептің механизмі деп қабылдауға болады. Кітапхана әдісі мен қазір Анар Мұратқызымен де сөйлесіп отырмын. Түстен кейін болса біз бір-екі мектебімізді көрсетуге дайынбыз, осыны жүргізіп отырған. Бұл жерде ешқандай мекенге оқушымыз бұл 5 бағытта жүріп бара жатыр. Қазір ата-аналар да қатысты, мектеп басшылары да, педагогтарымыз да, оқушылар да, және де оқушылардың өз деңгейге бөлінген бастауыш, орта және жоғары сыныптарды. Яғни Түркістан облысында қазір осы уақытпен қарасақ, біз сараптамалық кеңесте бекітіп берген кітаптарымыздың 150 кітапқа бекітіп берді, соны оқып, байқауға түсіп келе жатыр. Бұл анау өздеріңіз білесіздер ғой, 21 ғасыр деген көшбасшысы ойны болды ғой, лидер дастур. Соның форматында апта сайын өтеді, апталық отқандар айлық өтеді, айлықтан өткендер жылдық өтеді. Осы жақында майдың 20-сында біз осының жылдық қорытындысын өткізетін боламыз. Нағыз кітапханада анықтайтын боламыз деп отырмыз. Бұл Әділет министрлігінде бекітілген, алдағы уақытта енді 514-ге хат жолданған, ары қарай ол министрліктің құзыретіндегі жұмыс. Айтқым келген дүние әріптестер, бұл 45 минутта осыны бағдарламада енді ол жерде тек оқулықпен емес, мұғалімдер өзі жақсы біледі, қосымша құралдарды қолдана отыр. Сол кезде мынау сіздердің негізгі ұсыныстарыңыз бола білуі тиіс. Одан бөлек біз мынау жоспарда Анар Мұратқызы және әріптестері, сіз осы Түркістан болғасын, мен енді қазір Түркістан қаласының білім бөлімі басшылығына келіп отырғасын, қала деңгейіндегі біршама қазір стратегиялық жұмыстарымызды жаз бойы жазғалы отырмыз, қазірден бастадық. Оның ішінде қазақ тілінің өзгерісіне қатысты, қолдануына, оқытуына қатысты жұмыстар жүреді. Соның бір-екеуін айтып кетейін, мұнда директорлар да отыр. Ахмет Байтұрсынов қолданған төте жазуды және көне түркі жазуын біз вариатив есебімен бір 3 мектепте бастап көргіміз келіп отыр. Балалардың бұл балалардың эпостық тарихи кодын оятады. Оған біз мамандарды қарап отырмыз. Төте жазуға түс алатын оқушыларды және де көне түркі руына жазуын оқитын болса, біздің балалар өзінің түп тамыры танитын болады. Ол бір, одан бөлек Стэнфорд университетінде Америкада дәлелдеген екен. Осындай өлі тілді оқытқан топ, математикада бір 3 топқа бөлген ғой, өлі тілді, латын тілін оқитын топтың балалары, тағы және басқа топтары. Сол кезде ол балалардың 2 жылдан кейінгі нәтижесін салыстырып қарағанда ой ерекшелігі, ұтқырлығы басымдау болған екен. Бұл ғылыми дәлелденген мақаласы да бар ағылшын тілінде. Яғни ойлау ракурсы басқа жақтан келетін болады. Біз күнделікті қалыптасқан дүниемен оқып жүрміз ғой, бала басқаша,
ойлануына сеп болатын сыни қазір айтып жүрген креативті ойлауға негіз болады екен. Екіншіден, әріптестеріміз жақсы айтып өтті. Мен де осы дүниені айтқалы отыр едім, Нұрмұрат қызы. Біз сіздермен бірге, енді мына жерде меморандум деп жатпай ақ қойып, бірақ біз қазақ тілі әдебиеті мұғалімдерінің шығармашылық тобы бар, облыстық және қалалық. Біз оны бастамашы болып сіздермен қазір бізде 5-6 мыңға жоқ мұғалім жан-жақтан жазған кезде ол жүйесіздік болып кетер еді. Сосын біз осыны жүйелеу үшін шығармашылық топ немесе қажет болса арнайы топ құрып сіздің институтпен біз бірге жұмыс жасайтын боламыз. Бізге бұл жерде керегі, бізге бұл жерде сіздердің платформаны қолдана отырып, біздің мына қазақ тілінің мұғалімдері ғылыми жұмысқа сіздермен бірге жұмыс жасасақ деп отырмыз. Осы мынау ғылыми сіздерде подход бар, тәсілдер бар. Осы мұғалімдердің өзінің жұмысында және оқушылардың жұмысында бірлесіп жұмыс жасасақ осы уақытта. Және де осы қазақ тілі бойынша біз Түркістан халқында мұғалімдерімізді қазақ тілінің ең көрнекті жанашырлары, оның белгісі 2020-21 қателеспесем жылы басталып республикада ол кезде алдыңғы министрдің кезінде әр пән бойынша съезд болғандықтан соның бірі қазақ тілі болды. Астанада түркілету өтті, Қызылжарда тарих өтті, Қарағандыда математика өтті, Түркістанда география өтті. Бірақ сол тоқтап қалды. Біз осы дүниені алдық та, неге ол республика көлемінде енді біздің шамамыз келмейді. Біз облыс деңгейінде өткізіп, біз бірінші мынау Кентау қаласында әр ауданға қойып бердік та, Кентау қаласында математикада өткіздік, қазақ тілін Сайрамда өткіздік, ағылшын тілін Түлкібаста, хим биологияны Созақта съезд өткіздік. Бұл мұғалімдеріміз біздің съезге де қатысып, сол жерде өздерінің мәселелерін көтерген болады. Бұл енді өту үшін өткен съезд емес, алдағы уақытта осы жалғасын табады. Сол жалғасын тапқан съезде, облыстық съезде біз сіздердің ұжымдарыңызды көргіміз келеді, бірлесіп жұмыс істеуге.